Кез келген адам өмірде нені қалайды, кім болғысы келеді, береді оған. Құдай тағала негізі тағдырда жазып қойған ғой оның бәрін. Біз өзіміз ала алмай жүрміз да. Жоқ, бір адам баласына, тағдырына, маңдайына мынау ғана жазылған, осымен ғана өмір сүріп өтеді десе, мен ойлаймын, ол әділетсіздік болады. Анаған берілген, мынаған берілмеген, ал Құдайдың құзырында ондай әділетсіздік жоқ қой. Тек қана әділеттілік бар. Әділеттілік дегеніміз, маған жасыл шөп берілді ма, қасындағы көршіге де жасыл шөп беріледі да. Мен ол жасыл шөпті бағып өсірем, а ол бағып өсіре алмайды. Осыдан мынандай тұжырымдар туындайды. Ой, Құдай тағала мына мен көршіме берген, маған берген жоқ дейді. Жоқ, олай емес. Айналамыздың бәрі ризық. Сен базарға барған кезде ұнағаныңды аласың ғой, таңдағаныңды аласың, дұрыс па? Сен айтпайсың ғой, ой, мен маңдайыма, тағдырыма 5000 теңгелік куртка бұйырған, 25 ала алмаймын деп. А тойы 100 мыңдық, 200 мыңдық, 500 мыңдық алып жатады, мысал үшін. Сондықтан әрбір адам баласында бірінен бірі асып түсетіндей преимущество жоқ, бәрінде бірдей. Әр адам өзін табу арқылы, өзін өзі оқу арқылы, мына ішкі дүниесін ақтару арқылы танып, сыртқы әлемді өзіне бағындырып жатады. А кейбіреулері сыртқы әлемді бағындырам дейді де, ішкісін бақтыра алмайды. Соответственно, проблема болды. Бұл ақиқат, бұл хақ. Как ни крути, кім қалай айтсын, кім қалай келіспесін, бұл ақиқат. Бұны жоққа шығара алмайсың.